Ассаламу алейкум, Өзбекстанның достойный, порядочный жігіттері, қалайсыңдар? Мынау адам не деген адам, мынау сендердің, мынау Өзбекстанды позорить етіп атқан адам ғой мынау. Мен ойлап едім, нормальный жігіт, достойный, порядочный деп жүрген. Мынау кәдімгі гнилой адам ғой, последний ше. Не үшін білмейтіндер болса айтайын, мынау короче беткен ғой. Өзбекстан боецтеріне, енді боец сияқтылары бар ғой, мынау бір сварщиктері бар ғой, тілмен жағына сүйеніп қалғандар. Соларға короче ойбай машина подарит етем, үйтем, бүйтем деп машина подарит еткен, но бірақтан бір-екі күннен кейін артынша оказывается машинаны кредитке оформить етіп жүрген ғой атына. Өзінің автосалоны бар ғой, көрінер ма, кредитке оформить етіп жүрген. Не деген гнилой поступок мынау, ема. Өзің сен боецсің да, өзің әрең күн көріп жүрсің, төбелесіп, витаминіңе, тренировкаңе ақша тауып, әйтеуір семьяң бар, и алады да саған еще кредит оформить етіп жібереді да. Ол алатын болса өзі алады ғой кредитке машина. Сен Өзбекстан позорить етіп атсың, ака. До того позорище мынау сендердің бар ғой, гнилой адам. Мынандайлар жолатпасаңдаршы вообще медиаға, мынаның аккаунтына полный пожаловаться етіп бан бергізу керек қой. Мынау гнилой, мынаның бүкіл автосалонның бәріне вообще бармау керек нахуй. Бунт беру керек автосалондарына. Конченый Өзбекстанның позорищесі мынау. Именно осы жігіт.